Сәлем достар! Сендер Балапашка арнасындағы үйренейік рубрикасын тамашалап отырсыңдар. Бүгін мен Айман және менің екі досым Хелли мен Рой сендерге тағы бір көкөністің атын үйретеміз. Хелли, Рой, сендер білесіңдер ме? Бүгін біз қандай көкөністі өтеміз? Алдыңғы бағдарламаларда біз қызанақ пен қиярды өттік. Ал бүгінше, Хелли, сенің қандай ойларың бар? Мен білмеймін. Рой, сен білесің бе? Бүгін біз қандай көкөністі өтуіміз мүмкін? Менің ойымша, бүгін біз картопты өтеміз. Рой, сенің ойыңша біз бүгін картопты өтеміз. Онда сенің ойыңды растау үшін біз жүк көлікті шақырайық. Жүк көлік, сен қайдасың? Ура! Мен айттым ғой, картоп болады. Иә, Рой, сен ойлап таптың. Бүгін біз картоп көкөнісін өтеміз. Картоп ол күзде жиналатын көкөніс. Картопты шикіде жеуге болмайды. Оны тек қана пісірілген күйде жеу керек. Картоптан өте көп тағам жасауға болады. Және әр тағам өте дәмді болады. Рой, Хелли, ал сендер картоп туралы қандай ақпарат білесіңдер? Айтып бересіңдер ме бізге? Иә, мен білемін картоп туралы тақпақты. Мен ұялшақ картоппын. Мен емеспін мақтанар. Мені жақсы көреді үлкендер мен балалар. Рахмет саған, Хелли. Ал сен, Рой, картоп туралы не білесің? Айтып бересің ба бізге? Картоп туралы білем. Картоп өте дәмді көкөніс. Одан неше түрлі тағам жасауға болады. Оның да ішінде көп дәрумендері бар. Менің ең сүйікті тағамым ол езілген картоп. Оны балаларға да жеуге болады. Картопты жесеңдер, балалар, ұзақ бойы тоқ болып жүресіңдер. Я, балалар, бұл картоп. Қайталаңдаршы тағы. Картоп. Мен өзім картопты өте жақсы көремін. Ал әр баланың ең сүйікті тағамы білесіңдер ме қандай? Ол картоптан жасалған фри. Сендер де жақсы көресіңдер ғой, фри. Мен де өте жақсы көремін. Ал балалар, енді сендер картоп қандай көкөніс екенін білесіңдер. Сендермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше. Сау болыңдар.